Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Сіздермен Қанжар ММА арнасы және бүгінгі видеода біз сіздермен дәл бүгін өтетін 4 шілде күні өтетін IBA Nomad 15 турнирі туралы сөз қозғайтын боламыз. Бұл турнирдегі ең негізгі жекпе-жектерге тоқталамыз. Еркебұлан Тоқтар, Артем Тарасов, Жұман Жұмабеков, Диего Брандау, Ануарбек мотиватор Мұхит Амантаев, Васиф Аббасов, Ник Архо және тағы да басқа, және Арман Ашимовтың жекпе-жегі бар бастысы. Сондықтан видеодан алыстамай соңына дейін көріңіздер. Арнамызға жазылып кетіңіздер, сіздердің қолдауларыңыз міндетті түрде маңызды. Кеттік. Ең бірінші тоқталып кеткім келетін жекпе-жек ол Арман Ашимовтың оралуы. Арман Ашимов көптеген жылдар бойы бұл спортта өнер көрсетпеген болатын. Бұған дейін әрине біз 2015-2020 жылдар аралығында Арман Ашимовтың пик кезі болды, М1 чемпионы болды. Тіпті UFC-ге кірді деп жаңағы UFC сайтынан шыққан болатын Арман Ашимов. Кішкентай салмақтағы өте мықты нокаутерлардың бірі болатын, барлығын өзінің бір соққысымен ұйықтататын, кезінде Асу Алмабаевпен жекпе-жек өткізген, және де Арман Ашимов UFC сайтында тіркелген болатын 2020 жыл, бірақ карантиннің кесірінен UFC-ге кіре алмай қалған деген сыбыстар да бар. Арман Ашимовтың қарсыласы Джефф Малина. Арман Ашимов жалпы бұл спорт болғанда, енді бұл қазір жекпе-жек ММА-дан емес, Nomad деген ол кулачный лига, иә? Кулачный бой дейді, кулачный бокс дейді, бокс в ММА перчатках деп айтып жатады орыс тілінде. Бұл спортқа, бұл промоушенға Арман Ашимов екінші жекпе-жегін өткізуге келе жатыр. Соңғы уақыттардағы соңғы жекпе-жегін осы сәуір айында жаңағы Тәжікстанның Дилшот Норкузиев деген жігітпен өткізген болатын. Ол жігітті бірінші раундта ұйықтатып түсірген болатын. Ендігі қарсыласы өте қауіпті қарсылас, себебі UFC-де 3-0 болып кеткен кезінде біздің Жалғас Жұмағұловтың жеңісі бар. Джефф Малина деген жігіт американдық, бірақ та енді ол жігітті мен кулачный бойларын ешқашан көрген емеспін. UFC-де жалпы ММА-де тік тұрып төбелесетін қасиеті бар, бірақ енді соққы бағыттау жағынан бір керемет мықты, керемет рубкаға баратын жігіт деп айта алмас едім. UFC-де шыны керек, енді бір досрочкасы болды ма болмады ма білмеймін, бірақ Жалғас Жұмағұловты тек қана андай төрешілердің шешімімен ұтқан болатын, бірақ сол жекпе-жекті таза жалғас алып кетті деп айтуға болады. Арман Ашимовке қарсы кулачкада Джефф Малинада өте аз болады мүмкіндіктері, бірақ Арман Ашимов бірінші раундта болмаса да екінші раундта Джефф Малинаны сұлатып түсіреді деп айтар едім. Себебі жекпе-жек енді Алматыда болып жатыр, Алматы аренада болып жатыр. Арман Ашимов керемет мотивациямен оралуда, осы жылы үлкен триумф алды, өзінің камбэктерін жасап жатыр. Сондықтан Джефф Малинаны сұлатып түсіреді деп айтар едім бірінші немесе екінші раундта. Және де Арман Ашимов осы лигада бірнеше керемет жекпе-жек өткізіп, тіпті титулға шығып кетуі де мүмкін. Бірақ енді Арман Ашимовқа титул қызық емес шығар, бәлкім оған көбінесе осындай медийный, жаңағы танымал тұлғалармен жекпе-жек өткізген әлде қайдан маңызды деп айтар едім. Себебі өзінің бір интервьюында жаңағы Хорхе Масвидальдің Bare Knuckle деген, Game Bread деген лигалары бар. Америкада жаңа кулачный бой бойынша сол жақтарға төбелесіп көру өте қызық деп айтқан болатын. Сондықтан Арман Ашимов нокаутпен жеңеді деп ойлаймын. Келесі жекпе-жек бізде Ануарбек мотиватор Мұхит Амантаев. Ануарбек Бекембетов мотиватор лақабатымен танымал. Қазіргі сәтте енді тіпті хайп азайып жатыр деп айтуға болатын шығар, өйткені енді бәрімен төбелесіп шықты деп айтпаймын. Бәрімен шулатып шықты, бәрімен ерегесіп шықты. Жаңағы өзіміздің меншікті Конор ғой, былайша айтқанда трэш-ток жасайтын, жаңағы отельдерде барып тиісетін кезінде Марсельмен қанша шу жасап, бір минутта ұтылып қалған болатын, аяғын тартып тастаған Марсель. Одан кейін Жұманмен де тіресті, Арман Ашимовпен де тіресті, жалпы тіреспеген адамы жоқ Ануарбек мотиватордың. Енді осы жолы жаңағы Қазақстандағы бір блогерлердің ішіндегі, блогер деп айтпай қойған, Қазақстандағы мінекей өзінің Алматыда жұмысын жасап жатқан бокстан тренер Мұхит Амантаев. Алматыда ма, мен білмейді екенмін, нақты шыны керек Алматы деп қоямын. Мұхит Амантаев бокстан тренер, кезінде жаңағы Қазақстан сборныйда болған деп айтады. Білмеймін, шыны керек өзім қатты тани бермеймін Мұхит Амантаев, жақында ғана көріп жүрмін. Бірақ енді бокстан тренер дейді. Екеуінің жасы шамалас, екеуі де 40-қа тақаған. Мұхит Амантаев таза бокста өнер көрсеткен жігіт. Ануарбек мотиватор бүкіл жерде шығады, кулачкасы болсын, ММА болсын, боксы болсын. Бұл жерде енді кулачка. Кулачка дегенмен де бұл жерде қарасақ, енді бокс жағын алсақ, Мұхит Амантаевтың деңгейі жоғары болуы керек. Себебі ол кезінде бокспен профессионал түрде айналысқан, өте жақсы деңгейде болған, қазір керемет тренер былайша айтқанда. Бірақ та бұл қазір кулачка Ануарбек мотиваторының жері.
Әрине көбісі мұхиттың жеңгенін қалайды. Бұл жерде енді мұхит кішкене қаһарман болса, Ануарбек мотиваторды көбі жаңағы зұлым, залым деп айтады. Бірақ енді ондай емес. Екеуі де кино ойнап жүр, екеуі де ақша жасап жүр. Бұл жұмыстары өздерінің треш-ток жасайды, айтет, бүйтет. Бірақ та бұл жерде Ануарбек мотиватордың мүмкіндіктері көбірек деп айтар едім. Ешқандай нокаут болмайды бұл жекпе-жекте. Екеуі 3 раунд бойы ерегіседі, бәлкім қашып та жүретін шығар, бәлкім тактичный соққылар болады, соққы алмасулар болады. Бірақ та Ануарбек мотиватор төрешілік шешіммен ұтып кетеді деп айтар едім. Себебі бұл кулачкада Ануарбек мотиватор біраз үйреніскен, ал мұхитқа бұл жер кішкене түсініксіз болуы керек. Себебі Мұхит Амантаев бұл таза боксер, ол үлкен перчаткамен бокстасқан, ол рингте бокстасқан, ал бұл жерде кулачка мүлдем бөлек әңгіме. Сондықтан Ануарбек мотиватор төрешілік шешіммен ұтады деледім. Келесі жекпе-жек бізде Еркебұлан Тоқтар, Артем Тарасов. Енді Еркебұланды бәріміз білеміз. Еркебұлан Тоқтар актер болып бастаған, ММА-да рекорды да жақсы, 10-да 3 па, 11-де 3 па сондай. Кулачкада да жақсы, бәрін ұйықтатып әдемі келе жатқан болатын. Бірақ соңғы жекпе-жегінде Марсель Нурланбекұлынан ұтылды төрешілік шешіммен, содан кейін кішкене хайпы азайып қалды. Бірақ та әлі де Еркебұлан Тоқтар, Еркебұлан қайдасың дейтін жігіттер азаяр емес. Солардың бірі міне Артем Тарасов. Еркебұлан тактар деп, Еркебұлан өзін тоқтармын деп айтады. Сондықтан да енді кезекті жекпе-жек. Артем Тарасов енді бұрыннан бері, баяғы заманнан келе жатқан жігіт қой, былайша айтқанда. Мықты спортсмен деп айтпас едім. Мен спортсмен жағынан мықты шығар, профессионалды мықты спортсмен деп айтпаймын. Көбінесе поп ММА-дан шыққан, ММА-да жекпе-жектер өткізген, көбінесе күреске салған жігіттердің бірі. Баяғыда мен бала кезімнен жүрген кезде, сол кездің өзінде Артем Тарасов өнер көрсетіп жүретін. Ал Еркебұлан Тоқтар ол таза кулачник, таза боксер. Енді боксер болғанда таза кулачник деп айтайықшы. Бірақ та Еркебұлан Тоқтар төрешілер шешімінде жұмыс жасай алмайды. Еркебұлан Тоқтар таза ұйықтатады. Тегізіп ұйықтатқысы келеді. Ұйықтатпаса төрешілер шешімімен кішкене қиындау болады. Мен Марсельге қарсы мысалы. Марсельдің өзіне мысалы былайша айтқанда күрестен шыққан жігіт төрешілер шешіміне керемет апарып шықты Еркебұланды. Артем Тарасов енді күресші болғанымен де соққысы да жаман емес. Кулачкада бірнеше соққылары бар, бірнеше жекпе-жектері бар. Жаңағы біздің Үсеновтермен өзінің бір несі болған, текетіресі болған, ұтқан тіпті. Бірақ та Еркебұлан Тоқтар өзі жақсы оралады деп ойлаймын бұл жолы. Артем Тарасов бірінші раундта ұйықтатпаса да, екінші немесе үшінші раундта нокаут көруіміз мүмкін. Бәлкім жаңағы дәрігерлер тоқтатпай ма, төреші тоқтатпай ма, бірақ таза нокаут болады демеймін енді. Таза ұйықтап қалады деп. Бірақ керемет нокдаундар болады, керемет сечкалар жасауы мүмкін Еркебұлан. Бұл жекпе-жекке керемет дайындалған деп ойлаймын. Себебі өзінің жекпе-жектегі хайпы біраз азайып қалды. Сондықтан Еркебұланға бәрі оралу керек қазір. Оралып хайпын қайтадан жинап, жаңағы Америкаға бару керек. Сондықтан Артем Тарасовты оңай жеңу керек, зрелищно жеңу керек. Сондықтан Еркебұлан Тоқтар нокаут 2-3 раундта деп ойлаймын. Келесі жекпе-жек бізде Жұман Жұмабеков, Диего Брандау. Енді Жұман ағамыз наматта қазір қателеспесем 7-ден өлме, 8-ден өлме сондай. Кезінде осы лиганың чемпионы да болды. ММА-да да көп жекпе-жек өткізген, Найза лигасында, басқа да лигаларда. Бірақ ол жақта жеңілістері де бар. Бірақ енді ММА-да болсын, кулачкада болсын көретін болсақ, Жұман Жұмабековтың стилі таза бокс. Қолын өте жоғары ұстайды, әрдайым соққыларын жаудырады. Мықты соққылар демеймін, техничный соққылар. Техникаға салып керемет тұрады, қатты бір күшпен таза техникаға салып дөп тигізу арқылы ұйықтатады деп айтар едім. Әрине Жұман Жұмабековтың жері бұл, Намат файтинг, IBA Намат, Алматы аренада болады жекпе-жек, өзі сұраған болатын алдыңғы жекпе-жекте. Диего Брандауын беріңдер, Эдсон Барбозаны беріңдер, Жозе Альдоны беріңдер деді. Енді қалғандары қатты прям танымал жігіттер ғой, сондықтан Диего Брандауға біраз күштері жеткен екен IBA Наматтың. Енді Диего Брандау деген кім ол? Диего Брандау кезінде UFC-де төбелескен. Сонау жаңағы Конор енді бастаған кезде, Парие енді бастаған кезде осы жігітті екеуі де ұтып кеткен. Конор ұйықтатып тастаған, Париеде ұйықтатқан шығар, білмеймін, ұйықтатты ма, төрешілер шешіммен жеңді ма. Әйтеуір, бұл Диего Брандауның басты өмірдегі жетістігі Конор Макгрегордан нокаутпен ұтылған деген жігіт қой. UFC-де болған деген атағы бар. Одан кейін Ресейде көп төбелесіп бастады, басқа да лигаларда, біздің Қазақстанда төбелескен, кезінде Мұратбек Қасымбаймен төбелескен, хардкорда Мұратбек Қасымбай жеңіп кеткен. Жақында Орда деген лига болу керек болатын, сол жерде Нұрбек Қабдрахмановпен жекпе-жек өткізу керек болған, бірақ ол лига жалпы құрып кетті, жекпе-жек болмай қалды. Сондықтан мінекей
ендігі кезек Жұман ағамызға түсіп отыр енді. Бірақ та Жұман ағамызбен кішкене қиындық бар, себебі Жұман ағамыздың салмағы біраз жеңілдеу Диего Брандауға қарағанда. Брандау кішкене ірілеу көрінеді мен үшін, себебі ірі салмақта өнер көрсеткен болатын. Бірақ та енді бұл керемет академичный рубка болады. 3 раунд болу керек, себебі бұл жекпе-жек басты жекпе-жек емес. 3 раундтық жекпе-жек болуы тиіс. 3 раундта енді нокаутқа түсіруге де болады Брандауын, себебі Брандауын жағы енді қазір көптеген соққыларды ұстай ма, ұстамай ма, ол да үлкен сұрақ. Ал Жұман Жұмабеков шаршамай тек қана алдыға жүру арқылы өзінің жаңағы соққыларын жаудыру арқылы қарсыластарына көптеген жарақаттар береді. Және де соңында қарсыластары шыдамай құлай салуы да мүмкін. Сондай бір исход болуы мүмкін, сондай бір шешім болуы мүмкін. Бірақ та Мұратбек Қасымбайдың өзі Диего Брандауны екінші немесе үшінші раундта құлатқанына қарағанда, Жұман Жұмабеков Диего Брандауны төрешілер шешімімен ұтады деп айтар едім. Керемет рубка болады. Енді Брандау тұрып алып Макс Холлоуэй сияқты рубиц етпейді Жұман ағамызбен, бірақ енді қашып жүріп соққыларын жаудырып біраз соққылар тигізуі мүмкін. Бірақ енді таза нокаут болады дегенге сенбеймін бұл жекпе-жекте. Бұл жекпе-жекте мен төрешілер шешімін көретін едім. Сондай менің шешімім бар, ойым бар. Келесі басты жекпе-жек карттағы Васиф Аббасов, Никархо Ибрагим Исламов. Васиф Аббасов деген ол біздің Қазақстанның туын көтеріп жүрген, Қазақтан шыққан әзербайжандық жігіт. Бұл Намат IBA Наматтың 2 дүркін 2 салмақтағы чемпионы. Соңғы жекпе-жегінде Исаев Тандовскийді ұтқан болатын нокаутпен. Жалпы Наматтағы өзінің жағдайы қазір жақсы. Қарсыластарының миына кіріп кетеді, треш-токты керемет жасайды. Тіпті жекпе-жек үстінде өзінің қарсыластарымен сөйлесіп жүреді. Сондай-ақ менталды тұрғыда өте мықты жігіт. Кулачкасында да өте жақсы керемет соққылары бар. Ал Никархо деген кім? Никархоны енді көбінесе Альф Реалити дейді, жаңағы Поп ММА дейді, Ресейде көп болып жатыр. Мына жақта Альфредо деген жігіттер бар, Джон Джонс, Нейт Диас, Масвидаль деген сияқты жігіттердің бәрін әкеліп жатыр тренер қылып. Кезінде бастағанда Петр Ян мен Стерлинг болған тренерлар, Хамзат Чимаев пен Сарукян болған, қазір Джонстарға дейін жетіп алды. Вот сол лигадан, сол жаңағы ол UFC-дегі The Ultimate Fighter деген шоу бар, соған ұқсас Альф Реалити деген шоу. Сол Альф Реалитиден шыққан жігіт деп білемін мен өзім. Көбінесе енді Ресейдің де осындай кулачный лигаларында шығып жүрген жігіт. Енді бұл Намат лигасында бір ғана жекпе-жек өткізді, осы соңғы болған Арман Ашимов өнер көрсеткен айда, сәуір айында жекпе-жек өткізген Никархо бір жігітті жеңіп алған болатын. Ал енді Васиф Аббасовқа күші жетеді дегенге қатты сене қоймаймын, себебі Ибрагим Никархо Ресейдің сыртында өнер көрсетпеген, көбінесе Ресейде ғана жекпе-жектер өткізген. Ал Васиф Аббасов болса өте тәжірибелі жігіт. Бұл жердің тіпті білмеймін, майын ағызып сорпасын ішкен жігіт деп айтсақ та болады. Васиф Аббасов бұл жекпе-жекте өзінің титулын керемет қорғап, Никархоны жеңіп кетеді деп ойлаймын. Енді тіпті нокаут бола қоймайтын шығар, себебі Никархо да осал жігіт емес. Бірақ төрешілер шешімімен өте сенімді түрде Васиф Аббасов жеңіске жетеді деген ойдамын. Жалпы бұл турнир бойынша осы. Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Турнир бүгін болады, сағат 17:00-де басталады. Басты жекпе-жектер бәлкім 7-ден кейін, 8-ден кейін болатын шығар. Сондықтан да теледидардан алыстамаңыздар, өте мықты керемет жекпе-жектер болады. Арнамызға жазылып, лайк басып, міндетті түрде 4 сөзден тұратын комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.